еліміз үшін, туған жеріміз үшін, мінекей, оның қадірін білу арқылы біз оны қорғауға, мәртебесін көтеруге баршамыздың атсалысатынымыз айқын. Неғұрлым көбірек білсек, қадірін зерделесек, ол отанымыз, туған жеріміз бізге ыстық болады. Сонда оны қорғауға біз дайын боламыз. Елбасымыз болашаққа бағдар рухани жаңғыру мақаласында осыны бізге қадап-қадап айтып отыр. Барлығыңыз біріңіздер, жан-жаққа бытырамаңыздар. Ата-бабамыздың сақтап келген жерін, елін қорғайық, салт дәстүрді, әдет-ғұрыпты дамытайық деп отыр.